Черчилль Ауғанстанның проблемаларының тамырын дәл тауып айтты. Елде рулар мен тайпаларының қатыгездігінен ешқашан бір тұтас мемлекет құрылмады. Өйткені Египет Ніл өзенін пайдаланушылардан құрылды, ал Америка бостандық конституциясын қолдаушылардан құрылған. Ал Ауғанстанда бірігу үшін ортақ ештеңе болған жоқ. Елде басым бөлігі болатындай біріккен халық та жоқ. Бірлік болмай тірлік болмас деген осы. Құрақ көрпе тәріздес территориясында тұратын халқын қараңыз. Мұнда пуштундар, анда тәжіктер, хазариліктер, өзбектер, түркмендер, ресми ұлттық тілдері де жоқ. Ислам діні ауған халқын біріктіретін жалғыз нәрсе, бірақ өзара қастықты бұл да жеңе алған жоқ. Бірақ өзара қастықтан жат жерліктерге қарсы шығуы неге мықты екенін Черчиллдің келесі жазбасынан түсінуге болады. Біз Британия армиясы жүйелі түрде кезекпен барлық ауылдарда үйлерін қиратып, құдықтарын көміп, егіндерін өртеп шықтық, күмбездерін құлаттық, үлкен көлеңкелі ағаштарын шауып шықтық, су қоймаларын бәрін бағындыру мақсатында бұздық. Ендеше жерлеріне бейтаныс күшті қарулылар кіріп, өз билігін жүргізуге құмар болғандықтан елде бейбіт тұрғындар қалмады. Өйткені кез келген шаруа адам өзін, отбасын қорғау үшін үйінде қаруын дайын ұстап отырады. Кез келген әйел қолына қару алуға дайын. Және кез келген жас бала кішкентайынан шетелдікті өлтіруге дайын. Сондықтан ауған жеріне басып кіргендер үлкен армиямен емес, соғысу өмір сүру салтына айналған партизандар көшпелі ауғандармен соғысуға тура келді. Дәл осы партизандық соғысу әдісі империяларды кезегімен жерге көміп, бәрінің тағдыры бірдей болды.